Баршаңызға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте тойымды, дәмді, әрі буға пісетін майлы емес тауық етінен котлеттер жасаймыз. Егер сіз дұрыс тамақтанып жүрген болсаңыз, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті ингредиенттер: тауықтың еті, бір жұмыртқа, сәбіз және бір дана пияз. Ең алдымен тауық етін осындай блендерден өткізіп аламыз, немесе ет тартқыштан өткізсеңіз болады. Егер блендерде ет тартқыш жоқ болса, қолдың көмегімен жақсылап майдалап тура басаңыз болады. Тауықтың төз етін немесе жай ғана тауықтың етін пайдалансаңыздар болады. Блендерден майдалап өткізіп алды, ұсақтап. Блендерді босатып, тауықтың етін басқа тәрелкеге салып аламыз, немесе тосаққа салсаңыздар болады. Блендер босағаннан кейін пияз бенен сәбізді бірге ұсақтап өткізіп аламыз. Қолдың көмегімен ұсақтап, немесе үкіштің көмегімен сәбізді өткізіп, пиязды ұсақтап тура басаңыздар болады. Міне біздің пияз бенен сәбізіміз блендердан ұсақталып өтті. Тауығымызды, пияз бенен сәбізімізді бір табаққа салып аламыз. Содан соң бір жұмыртқа мен жарты шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Құрамдары араласып, дәмдері бір-біріне сіңіп кету керек. Содан кейін манта қазанның листін жақсылап майлаймыз. Осы листке қазір біз котлеттерімізді қоятын боламыз. Осындай дөңгелек формасында жасадым. Кез келген формада жасасаңыздар болады. Өзінің формасын ұстап тұрады, өте дәмді болып шығады. Бастысы құрамында ешқандай май болмайды. Осылай барлығын листке теріп алғаннан кейін қайнап тұрған манта варкада пісіріп аламыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын болды. 20-30 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады, әрі тойымды. Дұрыс тамақтанып жүрген болсаңыз, сізге өте пайдалы деп ойлаймын. Таңғы асқа да жасасаңыздар болады. Өте жылдам дайындалады және тойымды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өз ой пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.